Мен ұялы байланыс операторының қауіпсіздік қызметкерімін. Қазір сізге код келеді, соны айтып жіберіңіз. Сізге осындай қоңырау келсе не істейсіз? Абайлаңыз, бұл алаяқ. Алаяқтар басқа қандай сөздерді айтады? Қазір айтып берем, жақындарыңыз алданып қалмасын десеңіз, көп адамға жіберіңіз. Біріншісі, ақшаңызды сақтау үшін оны қолданыстағы шотқа аударыңыз, немесе депозиттен шешіп, басқа шотқа салыңыз. Алаяқтар шұғыл қауіп бардай осылай асықтырады. Екінші, сізбен тергеуші немесе ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкер сөйлесіп тұр. Тұтқаны қоймаңыз. Бұл жалған беделді пайдаланып, қысым жасау. Депозиттегі ақшаңызды банктың қорғалған шотына аудару қажет. Алаяқтар ақшаны қорғау сылтаумен өз шоттарына аударады. Туысыңыз не досыңыз қиын жағдайға тап болды. Жедел ақша аударыңыз. Алаяқтар осылай эмоциялық шантаж жасайды. Сіздің шотыңыздан жаңа ғана ақша шешіп алуға әрекет жасалды. Операцияны тоқтату үшін SMS-тегі кодты айтыңыз. Ақшаңыздан айырылып қалатыныңыздай асықтырады. Есіңізде болсын, ешқандай деректі жария етпеңіз. Полиция, банк немесе байланыс операторлары телефон арқылы ақша немесе код сұрамайды.